Дулат Исабеков. Өжет құстар. Жадыраған жаз да өтті міне. Сақиналы Қараторғай барлық уақыттағы сияқты бұл жаздың да қалай зулап өте шыққанын байқамай қалды. Енді міне жапырақ түсіп, орман біткен күздің мазасыз да суық желімен шуылдай бастады. Кәрі именнің ту басындағы жайлы ұядан сән кетіп, үңірейіп тұр. Бұрын шарқ орып еркін шарлаған көгілдір аспанды сүреңсіз бұлт қаптап, тамылжыған тамаша өмірді анау шалқып жатқан шексіз теңіз жұтып қойған секілді. Қараторғай өзінің талай жылдан бергі серігін ертіп, сұрғылт аспанды кеулей сонау биікке көтерілді. Олармен қабаттаса осы жерде дүниеге келген тентек балапандары да көтерілді. Олар төменде көгеріп жатқан түпсіз теңізден үрейленіп, ата-аналарының соңынан бір еліге де ажырамады. Бұл балапандар ашық теңіз үстімен бұрын соңды бұлай ұшып көрмеген еді. Сондықтан жалт-жұлт еткен тұңғиық оларды жұтып қоятын айдаһардай көрінді. Және осыншама қауіптің үстімен ата-аналарының не себепті ұшып келе жатқандығына таңданумен болды. Қара орман қарауытып көз ұшында қалды. Жас балапандардың бойын сұрапыл қорқыныш билеп алды. Олар төмендегі теңізге көз салмауға тырысып, ұша берді. Осылайша олар ұзақ ұшты. Төңіректе қылт еткен тіршілік белгісі де жоқ. Қайда көз тастасаң да шалқыған теңіз, шуылдаған шағалалар. Күн батып, қараңғылық үйіріле бастады. Қызған темірдей қызыл күн теңіздің сонау алыс бір түкпіріне барып, шым батып кетті. Балапандардың қанаты талып қалжырай бастады. Әрі қалғыған қараңғылық оларды бұрынғыдан бетер орасан қорқынышқа орай түсті. Балапандар ата-анасынан адасып қалмау үшін бар қайратын жұмсап, жанталасып ұшумен болды. Шаршадым ғой дегендей олар анда-санда бір чиг етіп, қараңғылықты тілгілеп зулай берді. Бір кезде ересек торғайлар кері бұрылып, бағанағы ұшып шыққан сүйікті орманға қайта бағыт ұстады. Сол сәтте жас балапандардың кішкене жүрегін қуаныш кернеп, балғын қанаттарына жаңа бір қуат қосылғандай өршелене, жігерлене ұшты. Бірер сағат тынымсыз ұшудан соң Қараторғайлар жағаға жетті. Олар тал бұтағына қонбай, сарғыш тартқан қалың шөптің арасына шашырап отыра кетті. Қалжыраған балапандар салқын жерге бауырларын төсеп, өлген құстай қимылсыз қалды. Олардың қасына жақындаған ата-аналары балаларының солқ-солқ етіп көтеріліп басылып жатқан кеуделерін көрген соң көңілдері орнына түсті. Осындай ұзақта қатал сыннан соң жағаға қайта кеп қонған балапандардың сол бойы орнынан тұрмайтынын қарт торғайлар жақсы білетін еді. Сынақ ойдағыдай өтті. Қараторғайлар бұдан соң да әлденеше рет теңіз үстімен ұзақ ұшты. Балапандар енді сұрапыл қорқынышқа әбден үйреніп, ұзақ қанат қағуға жаттықты. Бір күні Сақиналы торғай соңынан серігі мен балаларын ертіп, жайлау мен тауды, өзен мен орманды шарлады. Өздері секілді әр жерден топ-топ боп ұшып жүрген туыстарына әлдене деп белгі беріп шиқылдады да, бірде төмендеді, бірде шыңға шарықтады, енді бірде көк аспанда қалықтай ұшты. Оларға тағы бір топ қосылды. Әлден соң екінші, үшінші, төртінші, осылайша арада бірнеше сағат өткен соң осы аймақтағы қараторғайлардың бәрі бас қосып, үлкен қара дүрмекке айналды. Кеш батты. Ертеңгі ұзақта алыс сапарға дайындалып қараторғайлар сол түнді у-шусыз тыныш өткізді. Алда көптеген қиындық бар, қауіп бар. Ол жолда талай туыстардың мерт болып, тіпті кейде бүтін бір дүрмектің опат болуы да мүмкін. Осының бәрін сезе тұрса да қараторғайлар сол қауіпке тәуекел етеді. Өйткені мына шексіз теңіздің сонау арғы жағында сүйікті мекен, жаңа өмір бар. Қараторғайлар ертесіне күздің тымық бір желсіз күні қара орманмен соңғы рет қоштасып, өз туыстарын жинап алды да қаупі мен қорқынышы мол алыс сапарға аттанды. Жас балапандар көп туыстардың ішінде өздерін ештеңеден қауіпсіз сезінді және оларға мына сапар бейне бір қызығы мол көңілді серуендей көрінді. Торғайлар жерорта теңізінің үстімен бір күн бойы ұшты. Жол жөнекей аралдарға қонып, кешке қарай белгісіз жерден жем теріп, әл жинап алды. Егер табиғат мінезі осылайша жаймашуақ болып тұра берсе, бұлар үшінші күні құрлыққа жетеді. Одан арғы сапар қауіпсіз. Әр жерге қона отырып, сонау сүйікті мекеніне жетеді. Бірақ екінші күні теңіз ауасы бұзылып, солтүстіктен қатты жел тұрды. Көкшіл теңіз бұйраланып, қатпар толқындар бірін-бірі қуалап, су беті сапырылған ақ көбік шашты. Жел күшейе түсті. Ашық аспанды лезде сұрғылт бұлт қаптап, төңіректі түгел торлап алды. Қараторғайлар үшін аса қауіпті нәрсе осы еді.
Олар кеш батпай қара жерге жетіп алуға тырысып, жел ығымен алған бағыттарын біршама өзгерте, оңтүстік-шығысқа қарай қиғаштай ұшты. Жас балапандар ештеңе көре алмады. Кішкене денелерін үрей билеп, әйтеуір, топтан адасып қалмаудың қамын жасады. Әлден соң күнде батты. Жер қарасы болса әлі көрінер емес. Тіпті маңқиған жартас та кездеспеді. Қараңғылық үйіріліп, енді бір сағаттан кейін төңірек еш нәрсе байқап болмайтын тас түнекке айналды. Топ бастап келе жатқан кәрі торғайлар соңдарынан еріп келе жатқан бүтін дүрмекті адастырып, апатқа соқтырмасақ екен деп жанталасумен болды. Дауыл үдей түсті. Бір кезде суық жаңбыр жауды. Қатты дауыл кішкене торғайларды ермек етіп бірде естен тандыра қуа жөнеледі. Енді бірде құйынға айналып тығыз топты иіріп әкеледі, кері теуіп тоз-тоз етеді. Жел демін ішіне тартып, аз кем тыныстаған сәтте торғайлар үрейлене, жанұшыра шиқылдап қайта топтасады. Бұдан соң дауыл қайта үйіріліп, бұларды тағы тоз-тоз етті. Бірақ өмір үшін күрескен кішкене кеуделер өздерінен мың есе қуатты дүлей табиғатпен тайталасып жүріп қайта бас қосады. Сартопан сапырлыс. Кімнің қай шетте жүргенін біліп болмайды. Дауылмен араласқан жаңбыр тамшылары оқша қадалып, талайлардың түбіне жетті. Олар енді бастапқы бағыттарынан адасты. Қайда қалай ұшып бара жатқандықтарын да білген жоқ. Торғайлар әбден титықтады. Мұндай жойқын дүлейді тұңғыш көрген бала қанат құстар. Әрі қарай ұшуға қуаттары бітіп түнек дауыл арасында құрбан болып қалып жатты. Нағыз сұмдық енді басталды. Дауыл осылай тағы бір күн дамылсыз тұрса, сүйікті мекенге бұл дүрмектен бірде-бірі жете алмайтыны хақ. Бір кезде алдыңғы шептен сарт-сұрт, чик-чик деген жан түршігерлік жат дыбысы естілді. Сақиналы торғай қауіп белгісін беріп жандарменмен бір чик етті де, жалт етіп кейін бұрылды. Қарсы алдарында сояу-сояу жалаңаш жартас тұр еді. Әдегенде бұрылып үлгіре алмаған көп туыстар сол жерде, тасқа соғылып таудай тасқын құшағына еніп жоқ болды. Қалғандары кері бұрылып, желді ықтай ұшты. Сақиналы торғай балапандарын түгелдеген дыбыс білдірді, бірақ оған екеуі ғана жауап берді. Қалған екеуі әлгі ажал тұңғиығында қалды. Қарт торғай өршелене қанат қақты. Қайғыруға уақыт жоқ. Қайыспай мына дүрмекті бастауы керек, немесе бірі қалмай опат болады. Осылайша олар таңға дейін бағдарсыз ұшты. Таңсыз бере дауылда бәсеңсіді. Олар әбден қалжырады. Осы кезде теңіз бетінен ағарып кеме көрінді. Сақиналы торғай дүрмекті соңынан ертіп кемеге келді. Олардың қатты болдырғаны сонша палубадағы адамдардан жасқану дегенді білмеді. Адамдар оларға қамқорлық жасады. Теңіз заңын олар да жақсы білетін еді. Сондықтан аш, қалжыраған торғайларға нан қиқымын, ботқа жасайтын тары шашты. Жайпақ ыдыстармен тұщы су қойды. Кеме үстінде әл жиып тойынған соң торғайлар мейірімді адамдармен қош айтысып, қауіпті де сүйікті сапарларына қайта шықты. Төмендегілер бас киімдерін бұлғап, бірте-бірте алыста қала берді. Дауыл басылып қапты. Теңіз момақан пішінде баяу толқып жатыр. Кішкене құстар биікке көтеріліп, тағы да дауылға соқтығысып қалмау үшін алға қарай асығыс ұшты. Біраздан соң сол жақ бүйірден бір дүрмек ұзақ қарғалар көрінді. Олар да алыс сапар жолында сүйікті мекенге бет түзеген. Сақиналы қара торғай топ алдына суырылып шығып, туыстарын оңға қарай бұрды. Ұзақтардың шәлкес мінезділері де болады. Кейде араласып кетеді, кішкене құстарды көк аспанда әжу етіп, ермек қылады, топты бөледі. Кейде талап та тастайды. Бұлар қашқан жоқ. Қашқанын сезсе олар есерленіп соңына түседі. Сондықтан жылдамдықтарын бәсеңсітіп баяу қанат қақты. Ұзақтар тимеді. Бәлкім, кешегі дауылдан олар да шаршап келе жатқан шығар. Бәлкім, бұлармен қабаттасып, қызықтағысы келгендей, қапталдаса зуылдап жүрген шағалалардан жасқанған болар. Біраздан соң сол шағалалардың қарасы көбейе берді. Әлденеге дайындалып жатқан секілді, жанды тітіркендіре шаң-шаң етеді. Қара торғайларды қауіп биледі. Бірнеше минуттан соң шағалалар бұлардың біріккен тобын жарып кіріп, қанаттарымен сабалай бастады. Кейбір әлсіз торғайлар талып түсіп, ұмар-жұмар боп төменге құлап жатты. Әлділері орта жолда есін жиып мең-зең боп қайта көтеріледі, не сол бойы лағып кетеді. Кішкене құстарды ашу ыза кернеді. Олар бұрынғысынан да жымдаса түсіп, шағалалармен шайқасты. Басқа амал да қалмаған еді. Осы шайқаста талайлар теңізге құлады, шағалалар
да құлады. Күш жеңбейді, кек жеңеді, намыс жеңеді. Көп қысымына шыдай алмай, ақырында шағалалар ысырылып шықты. Бірақ қараторғайлардан көп шығын болды. Сүйкімді өжет құстар күн бата бір аралға кеп қонды. Баяғы қара орманнан шыққанда аспанды қаптаған ауыр дүрмек еді. Кешегі дауыл мен жартастан, шағалалар шабуылынан соң қаралары азайып қалыпты. Олар келмеске кеткен туыстарын еске алып, сол түнді үнсіз өткізді. Ту алыстан еміс-еміс жер иісі біліне бастады. Енді олар қона ұшып, сүйікті мекендеріне де жетеді. Осы дамылдау кезінде Сақиналы қараторғай өз балапандарын көре алмады. Серігі екеуі чик-чик деп ұзақ түнге оларды шақырумен болды. Бірақ тентектерінің жауап қатқан үндері естілмеді. Таң атқан соң аспанға қайта көтерілді. Қараторғайлардың кейбіреулері жолай кезіккен ауыл мен қыстақта, кең жазық пен тау бауырларында қалып жатты. Ұзақ ұшқан соң Сақиналы қараторғай берекелі кең даласына да келіп жетті. Олармен бірге 100 қаралы туыстары да келді. Олардың әрқайсысы қалаған жерлеріне сүйікті мекендерінің кең төсіне еркін тарады. Бұл жерде енді жаңа өмір, жаңа тіршілік басталады, жаңа ұрпақ дүниеге келеді. Сақиналы қараторғай таңсыз бере серігі екеуі былтырғы ұяларының жанындағы терек бұтағына кеп қонды. Сопақша жәшік ұялары көк сырмен қайта сырланыпты. Олардың құйттай жүрегін қуаныш, шаттық кернеді. Мейірімді адамдарды бұрынғыдан да жақсы көріп кетті. Ол Сақинаны да бұдан 2 жыл бұрын осы жерден киіп еді. Осы сәтте үйден адамдар шығып бұларға қуана, қызыға қарады. Ауыр да азапты сапар артта қалды. Сол сапарда мерт болған туыстарын, балапандарын еске ап қайта қайғырды. Бірақ алда жаңа өмір, жарқын жаз бар еді. Сондықтан бұл сапар қанша қымбатқа түссе де, сүйкімді өжет құстар жеңіп шықты. Көз алдарында сүйікті мекен.